Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir жақсы osiyatlarının birinde "Ravuhu anil qulubi sa'atan ba'da sa'atin fa inna iza kallat amiyat" деген. Бұл сөзді жүректерді кез-кезі менен ес алдырып тұрғыла. Егер де ес алдырып тұрбасаңар, жүрек чарчағаннан кейін соқырға айланады деген. Енді үшін мындай деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям инсандың өзінің табиатына жараша мәміле тұтуыны үйреткен. Инсан өзінің табиатына жараша, әрбір инсан өзінің табиатына ылайық мәміле тұтусын үйретеді. Енді үшін дегенде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кишинин денесінде бір кесим ет бар. Егер де ошол бір кесим ет оңолса, инсан толығымен оңолот. Егер де ошол бір кесим ет бұзылса, инсан толығымен бұзылады деп бізге да осыйет айтқан. Андықтан мындай бір Құдай Таалам бізге қоғыз табиатты, жашыл жаратылышты, таза ауаны, жақшы бір қадырлы мекенді бұйырған соң, бұл мекенді қадырлап, сыйлап, мына ошол эле учурда мезгил менен чыгып, эс алуу менен кошо жүрөктөрдү жайгаштырып, анын өзүнү багытталган кызматка коюп, Аллах Таалага болгон таат ибадатка, Аллах Таала астындагы болгон жакшы ибадаттарга баш ийдирүүнү биз колго алышыбыз керек. Андыктан сиздер менен биз бүгүнкү кичинекей кыска сөзүбүздө айткыбыз келген нерсе, жүрөктөрдү эс алдырыңыздар. Албетте жүрөк канчалык эс алып өз ордунда болсо, ал ошончолук акты актай көрүп, караны карадай көрүп тааный алат. Андыктан дагы бир жолу Құдай Таалам ар бирибизге жакшы жүрөктөн, таза жүрөктөн ата этип, ошол таза жүрөктөрдүн артынан денебизди толугу менен тазартып, өзүнүн чыныгы кол пенделеринен, момун пенделеринен кылсын деп суранып өтөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.